Сәлем достар, бүгін сіздермен үріліп тұрған іші бос қытырлақ бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Достар, каналыма тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып, лайк басып, қазақша контентті қолдап отырайық. Алдымен ыдысқа міндетті түрде жылы су құямыз. Содан соң суға тұз бен қант қосып араластырамыз. Келесі суға ашытқы қосамыз. Ашытқыдан кейін бір ас қасық сұйық майды қосып араластырамыз. Негізінде сұйық майды қоспайда пісіруге болады. Ендігі кезекте ұнымызды біртіндеп қосатын боламыз. Ұнымызды бөлшектеп ақырындап қосып араластырып отырамыз. Осылай біркелкі қамыр дайындаймыз. Бірінші қасықпен біріктіріп аламыз, содан соң қолымызбен тақтайшада илейміз. Қамыр дайын болды, енді бір ас қасық сұйық май құюыңызға болады. Бұл міндетті емес, бұл тек қамырды илеген кезде жабыспас үшін жасалынатын лайфхак. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өтті, қамырымыз 2 есе болып көтерілді. Көріп тұрғандарыңыздай қандай керемет үлпілдеген қамыр дайын болды. Қамырды енді тек илеу және формасын шығару қалды. Қамырды қатты жұқартпаймыз, шамамен қалыңдығы 5-6 сантиметрдай болуы қажет. Әдемі болу үшін кез келген стақанды алып, дөңгелекше бауырсақтар дайындауға болады, немесе 4 бұрышты қылдырып кесуге де болады. Бауырсақтарымыздың бетін жауып, кішкене көтерілуін тағы да күтеміз. 5-10 минуттай ол уақытта отымызды жағып, көп мөлшерде май құйып, бауырсақтарымыз батып тұруы қажет. Сұйық майды қыздырып аламыз. Ал енді ең бастысы қызып тұрған майда бауырсақтарымызды ақырындап салып, екі жағынан қуырып аламыз. Мен балаларға жеуге жеңіл болсын деп, кішкентай да домалақ бауырсақтарды да қуырдым. Мінекей осындай үлпілдеген іші бос бауырсақтарымыз дайын болды. Қытырлаған, өте дәмді бауырсақ рецепті. Әрине, әркімнің өзінің дайындайтын сүйікті рецепті бар. Бұл тағам әр үйде дайындайтын тағамдардың бірі. Менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.